Қош келдіңіздер менің YouTube каналыма. Көптен бері видеолар болған жоқ. Давайте енді бір видеоны қиындатпай, созбай шығарамыз деп шештік. Бүгін негізі біз тауға бара жатырмыз. Тауға бара жатқан жолдағы бір келген инсайттармен бір белгілі өзіме бір сценарийлар бар. Просмотр немесе ақша, бір лайв форматта жүргізгім келіп тұр. Так что давайте осылай лайв форматта қиындатпай көбірек сіздерге контент берейік. Бүгінгі қысқаша тақырыбымыз просмотрға қатты бағытталып кеткен рилстің бір зардабы туралы айтайық. Если экспертный, сіздің бір экспертностіңізді ашып тұрып, рилсіңіз просмотрға жақсы кетсе, миллион просмотр болса, ол жақтан әрине сізге эксперттілігіңізге сеніп адамдар тіркеледі. Солай ғой. А вот если бір просто қыртқан әңгіме айтып, или там біреудің ашуына тиіп, или там біреудің бір нәрсесін қозғап жіберіп просмотр жинасаңыз, ол жерде кішкене риск бар. Қандай риск? Менде бір эксперт болды, жақсы рилстар түсіріп жатыр, call to action бар, біраз комментарий жинал жатыр, осындай лидтар қойын, дайын тегін лидтар. Ол жақтан бірақта продажаға сығу өте қиындау болды. Неге? Оған дейін сондай рилстар түсіргенде, адам қышыма рилстар дейді ғой, енді қазіргі тілмен айтқанда, сондай түсіріп алып, кішкене нето аудитория жиналған, и вот соған енді сата алмай әлек. Сондай проблема болып қалуы үлкен риск та. Ертең кішкене подписчигіңіз бар, просмотрыңыз бар, бірақ ақшаңыз жоқ та. Вот сондай проблема болмау үшін байқау керек. Сол үшін де процентный соотношениемен істеу керек. А вот если сондай қышыма әңгімелерді көбірек түсіргіңіз келсе, кішкене процент, 40%, 50%, қалған 50 экспертный деген сияқты бөліп қойсаңыздар болады. Да и в принципе, если сіз начинающий там эксперт болсаңыз, 3 миллион, 5 миллион тауып жүрсеңіз, зачем вам это қыртқан әңгіме? Чисто бір лидтармен ақ бір ары қарай продажа жасай беруге болады деп ойлаймын. Мысалы, қазір просмотрға жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлер кім? Бұл санаулы эксперттер, кәсіпкерлер, оларда ақша көп. Біріншісі, мысалға, Алмасбек Батыр. Сосын Бауыржанбек мырза, тағы сол сияқты Әділет Арт, солар түсіріп жүрген кәсіпкерлер. Олар жасайды. Неге? Потому что оларда ірі қаржы бар, и бір компания бар. Компаниясы дамып жатыр, бірақ личный брендін дамытса, компаниясының узнаваемости өседі. Из-за этого осы адам танығаннан кейін компанияға итеріп отырады. Да, былайша айтқан кезде компания арқылы ақша табады. Но бірақ та мына жақтан да ақшаны жұмсап, мына жақтан көбейтеді дегендей. А вот если сіздің ондай бір компания жоқ, бір эксперт курсыңыз бар, трейдерсіз, тендерчиксіз, ондай моментте сізге там пранк жасау или там бір білмеймін қазір, мысалы, горилла туралы айту или бір боянатын қыздар деп айту қаншалықты маңызды. Вот сондай нәрсе. Лучше сізге бір экспертный рилстарды көбейтіп, жақсы бір біліміңізді көрсетіп, онда креативный да отырып алып, эксперттің деп бір душнить ете бермек, кішкене креативный подходпен келтіруге болады. Вот соны түсіну болу керек. Если сіздің деңгейіңіз сондай кәсіпкердің деңгейі болса, то смело действуйте. А вот если сәл басқаша болса, басқаша көзқараспен дамуға болады. Сосын аудиторияға жақсылап бір каздев жасап алсаңыздар, каздев ол аудиториямен кері байланыс, одан сұрақтар, арнайы сұрақтар қойып, не керегін біліп оған, сол жақтан контентіңізге идеяларды просто суырып ала бересіздер. Аудитория сізде не алғысы келетін өзі айтып береді. Вот сол нәрсені просто транслировать етіп көрсетіп берсеңіздер, аудитория сатып алу ықтималдылығы жоғары. Мына жердегі қаншама Инстаграмның аккаунттары жазылған. Осылардың барлығы маркетингті қатты түсінбегендер. Өйткені мына жерде проходимость аз. Екеуміз ғана отырмыз. Подписчик аз тіркеледі. А вот рилс түсірсеңіздер деп ше. В принципе, достар, позиционирование дұрыстап алсаңыздар. Қазір уже мен основа позиционированиямды кәсіпкерлерге, маркетологтарға ауыстырып жатырмын. Соларға бағытталған контент. Соңғы видеоларымды байқасаңыздар, кәсіпкерлерге қатысты, уже там киношын түсірілгендерде кәсіпкерлерге қатысты. Отырып тұрсам да жеке брендке қатысты. Ол уже мобилографтар, SMM-шектер,
подписчик болуң барлығы бірден кейін одан уже тағы бір секірген этап. Оларға уже көбірек ақшаға сатуға болады да. Мысалы мен курсымды сатқанда да мобил, енді любой там контент деп жаны ашитын адамдар келеді да ол курсқа да. А вот мобилограф болса мен телефонмен түсіріп мен как үйретіп келмейді да оған. Ол уже бір кішкене сәл дешевыйлау не да? Дешевыйлау болғанда ол аласын тиктоктан қарай саласың деген нәрсе ғой. А вот қазір уже сәл более үлкен ауқымды нәрсені үйреткім келгеннен кейін позиционированияны да, аудиторияны да сәл соған ауыстырып жатырмын. Конечно, оңай емес, уже бағыт ауысқаннан кейін менде не өзгерді? Бір 300-400 подписчик отписка жасап кетті. Оның үшін мен қуанып жатырмын бір жағынан обидно, конечно. 20.700 еді, 600-700 еді, 20.100 болып қалды. Неге? Потому что бұрынғыдағыдай мен оларға халява беріп жатқан жоқпын да. Получается, менен аудитория бар ғой, деген аудитория шығып жатыр. Күшті негіз ол, ұнап жатыр. Кетіңдер. Менен алыста жүріңдер деген сияқты. И оған бір жағынан қуанып жатырмын. А вот бір жағынан обидно, конечно, сен қанша не аласың да, сенің личный брендing просто бір беріп атқанның арқасында құнды болып тұрғаны маған обидно отыр да. Потому что сен шрифт бермей қойдың, онда мен отписаться етем. Деген сияқты бір қалыпты. Конечно, өзім ойым, но бірақ та еще массовая отписка от блогеров дегенде жүріп жатыр. Ол да фактор әсер етеді. Но бірақ та позиционированияны ауыстырғаннан кейін уже жақсы бір нәтижелер шыға бастайды деп ойлаймын. Біздегі экстремальный выпуск. Мына дронды өткіземіз надан. Ол FPV емес. YouTube'тың ортасында бізде осындай лайф бар. Бәрібір өзің ғой бояйды. Осындай әдемілікте YouTube контентмен бөлісу идеясы келді. Үйден шыққаннан бері былай кадрлармен. Подписаться басып, колокольчик басып тіркеліңіздер. Все. Алдағы уақытта мықты негізі подкасттарды планировать етіп жатырмын. Давайте подкастқа кімді шақырайын. Соны жазсаңыздар, осы видеоға ең жақсы бір комментарий жазған адамға просто от души жазыңыздар. От души комментарий жазып кетіңіздер. Прям мықты комментарий болса, давайте бір